Сәлем оқушылар және әріптестер. Бүгінгі тақырып эскалатор туралы, иә? Эскалатордың не екенін білеміз бе біз? Эскалатор мегадағы, плазадағы өзі жүретін не? Лестница, иә? Демек, мысалы үшін қараңдар, бұл жерде адам тұр. Дұрыс па? Ол пәске қарай түсіп жатыр. Мына жерде адам тұр. Ол жоғары қарай көтеріліп жатыр. Демек, бұның несі бар бізде мына жерде? Жүрген жолы және уақыты бар. Иә? Эскалатор туралы да бір 3 формула бар. Соны жаттасақ, есептердің барлығы шығады екен. Бірінші қараңдар. Так, демек жол бар. S тең жазамын. В, көбейту, Т, бір уақытта. Қараңдар. Мына эскалатор жүріп тұр, және үстіндегі адам жүрмейді. Бұл қозғалмайтын жолаушы. Жолаушы, иә, адам. Так, екінші формула жазам, қараңдар. В, А көбейту Т2. Мына индекске не жаздым, сол қозғалыста, ал жоғы қозғалмайтын деген сөз. Неге А жаздым ба? Демек, бұл жерде не бізде қозғалмайтын? Қозғалмайтын эскалатор. Демек, эскалатор жұмыстан шыққан, адам өзі үстінде жүріп кетіп барады, иә, лестницаның үстіне. Қозғалмайтын эскалатор. Енді үшінші жағдай не болуы мүмкін бізде? Екеуі де қозғалыста. Эскалатор, адам, иә, Т3-пен жүреді. Қозғалыстағы жолаушымен қозғалыстағы эскалатор. Екеуі де қозғалыста. Эскалатор, иә. Ал енді бізде сұрау мүмкін, иә. Т1 уақытта, Т2 уақытта түсті, және бізде Т3 сіздерге ең керек негізгі формула осыны жаттап алыңдар. Так, мынаны теңдеу құрып шығарсаңдар да болады есепте. Бірақ бізге оңай уақыттан ұту үшін мына жер көбейту. Так, Т1 қосу Т2. Осы формуланы жақсылап жаттап аламыз. Енді есеп шығарайық. Так, қозғалмай тұрған жолаушы, иә? Бізде не ол? Т1 1 минутпен шығара берейік, кейін секунд қайнауға саламыз. Қозғалмайтын эскалатор. Не? 2-3 минутта. Қозғалыстағын сұрап тұр. Демек, ол бізде не? Т3. Осы сөздерден шатаспау керек. Формула жазамыз. Т1 мен Т2-нің көбейтіндісі Т1 қосу Т2. Орнына қоямыз. 1, 3, 1 қосу 3. Демек, 3-те 4 деген сөз. Бұл 0,75 минут. 0,75 минут. Секунд қайнауы үшін 60-қа көбейтсеңдер 45 секунд шығады. Ал кеттік, екінші есеп. Тура осындай екен, Т1 тең 3 минут, Т2 тең 6 минут. Т3-ті есептеңдер. Есептейік. Т3 тең Т1 Т2, Т1 қосу Т2. Орнына қоямыз. 3, 6, 18 9-ға бөлсеңдер 2 минут. Так, 60-ға бөлсек 120 секунд, Кеттік, кейін есеп. Жолаушы метроның қозғалмайтын эскалатор. Қозғалмайтын эскалатор, Демек, бұл Т не болады бізде? Т2. Так. Қозғалмайтын эскалатор. Т2 120 секунд. Қозғалыстағы, бұл қозғалыстағы не бізде? Т3 30 секундта көтерілсе, тыныш тұрған жолаушы, қозғалмайтын жолаушы ет бізде Т1 ет. Так, формуланы жазасыңдар жаңағы. Т1 Т2, осы жерден пропорция істеп, кәдімгі орнына қоямыз. Қараңдар. Т3 бізде 30, Т1 жоқ. Көбейтеміз 120-ға, Т1-іміз жоқ, қосамыз 120-ға. Қараңдар. Мен қысқартамын, менерге 4 деймін да, жерге 1 деймін. 1-ді мына жаққа пропорция аласыңдар. Сонда Т1 көбейту қосу 120 тең 4 Т1. Теңдеуді шешетін болсақ 120, 3 Т1, Т1 тең 40 секунд шықты. С жауап екен, Так, түсіндік қомнан, орнына қойған нәрсен, Кейін есеп. Енді бұл өзгешелеу екен. Жүріп бара жатқан адамды 2 минутта қозғалыстағы, Т3-тен болса 2 минут. Егер адам 3 есе тез жүрсе,
демек жылдамдығы 3 есе тез жүрсе, онда эскалатор адамды 1 минутта түсіреді. Қараңдар, мынау нолевойдағы да тура осы уақыт, бірақ ол біріншісінде 1 минутта түсіреді дейді. Эскалаторда қозғалмай тұрған адамның төмен түсу уақыты. Демек бізге Т1. Қараңдар, формула естеріңде ма? Жаздық қой біз 3 формула, соның үшіншісін жазайын жерге. Мынандай формула. Эскалатор, адам, Т3. Осы формуланы 2 рет жазамыз. Сіздерге оңай болу үшін мынаны X, мынаны Y деп қояйын. Қараңдар, X қосу Y пен неше минутта жүрді? 2 минутта, иә? Сол жол, бірақ жылдамдығы не істейді? 2 есе тез жүрсе деп жатыр. Демек қараңдар, X қосу 3 есе бізде, 3 есе тез жүрсе, қанша минутта? 1 минутта. Осы теңдеуді шешеміз. Мынаны әрқайсысына көбейтіп аласыңдар. Иә, білеміз ғой? 2x қосу 2y, x қосу 3y болады. Иә? Y-тарды бір жаққа, x-тарды екінші жаққа жинаймыз. Қараңдар, 2x-тан x алсақ x, 3y-тан 2y алсақ y. Демек, мына екі жылдамдық бір-біріне тең деген сөз. Бұл деген сөз, мына жерге қоя беруге болады, иә? X-тің орнына X-ті, X-тің орнына Y-ті. Қоямыз да, қанша минутта? 2 минутта жүрген, иә? Сонда 2x көбейту 2 тең 4x. Осы 4x-ті біздің жаңағы бірінші формула бар ғой, V адам тең Т1 деген. Бұл жерге қояды екенбіз. Қозғалмай тұрған адам. Сонда эскалатор жазылады мына жерде. Так, сонда 4x тең, мынаны V бізде x болды ғой, x Т1. Мынаны қысқарата Т1 тең 4 бізде немен шықты? Минутпен. 4 минут және 60-ға көбейтсеңдер қанша болады? 240 секунд. Түсінікті ғой, кейін кесем. Так, тура сондай берілген басқаша, налевойы 3 минут, 2 есе тез жүрсе екен еді. 2 есе тез жүрсе, так, ол кезде 2 минутта түсіреді. Бізге қозғалмай тұрған адамның жоғары шығу уақыты. Так, бізде ол не? Т1 есептейміз. Жаңағыдай жазамыз. X қосу Y сразу жазып кете бересіңдер. Так, неше минутта жүрген бізде бастапқыда? 3 минутта жүрген. Одан кейін X қосу неше есе тез? 2 есе тез. 2 минутта, иә? Енді жаңағыдай шығасыздар былай. 3x қосу 3y, 2x қосу 4y. Бір бетке жинаймыз. 3x-тен 2x алсақ. X, бұда да не? X, Y-ге тең деген нәрсе шықты. Демек, орнына қоя саламыз. S тең X қосу X көбейту 3 тең 2x көбейту 3 тең 6x-қа. Демек, жаңағыдай 6x-ті X-ті теңестіре саласыңдар ғой. Жолын түсінсеңдер болады. 6 минут. Так, 6-ны 60-қа көбейтсек 360 секунд. Түсінікті ма? Эскалатордың есептері